Сонда олар айтады дейді. Мына жәннатқа кіретіндердің ата ниеттерінің өзі қандай екенін көрсетіп жатыр да. Өткенде нан түсінікті болу үшін аятқа келсек, өткендегі Мүъминун сүресінде Алла Тағала мүъминдерге байланысты бір сипаттарды айтып, сол жерде салыстыру жүргізеді. Уақыт болып отыр екен, тек сол кезде мүъминдерге тән сипатты айтайық. Инналлазинахум мин хушияти роббихим мушфиқун. Расымен де әлгі Раббыларынан қорқып қауіптенетіндер. Бірінші сифат. Екінші, валлазинахум би аяти роббихим юъминун. Раббыларының аяттарына сеніп иман келтіретіндер. Мынау амал жасау керек екен ғой деп. Валлазинахум би роббихим ла юшрикун. Раббыларына серік қоспайтындар. Серік қоспайтындар. Сосын валлазина юътуна ма атау, істейтін істерін түгел садақаларын, қажылықтарын, басқаларын істеп алып, ва қулубухум важила. Жүректері қорқып тұр. Раббыларымызға қарай қайтқаннан кейін қабыл болмай қалса қайтеміз деп. Сол қорқынышпен ол қияметке, махшарға келді ғой. Сол қорқынышпен махшарға келгеннен кейін Алла Тағаласы жәннатқа кіргізіп жіберген кезде сол күні бірақ кетеді екен жаңағы қайғы. Сондықтан Алла Тағала соны айтып отыр. Маңызды болғаннан кейін қараңыздар. Қолу алхамдулиллахиллази, барлық мақтау Аллаға тән, асхаба аннал хазана, бізден қайғыны кетірген. Жәннатқа кіру үшін қандай жүрек керек екен? Жәннатқа кіріп болғанға дейін қорқатын. Біздің сол нәрсе бізден кетіп қалғаннан кейін біз біреулерді өзіміз жәннатқа кіріп алғанда біреулерге бүйтіп үкім айтып жіберуіміз мүмкін. Міне қараңыз, бұл қандай жүректер бұлар. Барлық мақтау Аллаға тән, бізден қайғыны кетірген дейді. Деп соғына. Кітап оң жақтан берілді, жәннатқа қоя беріліп, безілесі кигізіліп жатыр. Сондағы айтатын сөздерін қараңыздар. Күнәлары тұр ғой ішінде. Сіз ба, анау бұрынғы анау қателігім бар, мынау қателігім бар, махшарда қорқып тұр ғой. Мынаны сұрайды ғой, мынаны сұрайды ғой, мынаны сұрайды ғой, мынаны сұрайды ғой, мынаны сұрайды ғой деп тұрған кезде, сонда жаңа қайғыны кетірген. Сол кездегі қуанышы қуанып, мына сөз айтады екен: инна роббана лагафурун шакур. Раббымыз сондай кешірімді екен ғой деп. Және де амалдары аз болған. Біраз жылдары мүмкін күнәда болды ма, сосын тәубаға келіп жинағаны бар. Сол әйтеуір осы тұрақты болып, соңғы амалыма да тұрақты болып, солай Алла Тағала мені өмірден өткізгендіктен шакурун, азғантай істі де бағалайды екен ғой Раббым деп. Міне осындай жағдай. Сосын мына сөзін қараңыздар. Жәннатқа қайтып лайықты боламыз деп жүрген адамдар екен ғой бұлар. Сол күні сол ішінен сол шығады ғой, қараңыз. Әлләзи ахаллана дарал муқамати мин фадлихи. Өзінің кеңшілігімен сол мәңгі тұрақ болып табылатын жәннатты бізді соған лайықтады ғой дейді. Лайықты емес екен ғой деген нәрсе болған екен да. Соны бізге ахаллана лайықтады ғой, орнықтырды ғой бізді сол жерге. Ла ямассуна фиха насабун. Қараңыздар, бағана дүниеде шаршадым, қиналдым, болдырдым деген сөздерді айтпағандық үшін сол күні ғана айтады екен олар енді. Енді бұл жәннатта бізді болдыру баспайды. Сол кезде ғана айтады екен. Ла ямассуна фиха лугуб. Бұл жәннатта бізді енді қажытатын нәрсе жоқ екен деп. Осы нәрсе баршамызға құрмет жауап нәсіп болсын. Күллі бізге де, біздің айналамыздағы күллі Мұхаммед пайғамбарымыздың үмбетін Алла Тағала осы аяттағыдай аман алып, жәннаттың мәңгі төріне кіргізсін.